Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ұйғыр халқының япма деп аталатын өте дәмді әрі ерекше тағамының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым жолмен дайындалады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, дәл менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ол үшін ең әуелі бөлме температурасында тұрған суға тұз себеміз, шым-шым, бір жұмыртқа қосамыз, және де барлығы біркелкі болғанша шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне аз-аздан ұн себетін боламыз. Ұнның барлық керек заттардың мөлшерін видеоның астына описаниеге жазып қалдырып кететін боламын. Әр ұнның тығыздығы әрқалай, сондықтан да ұнның мөлшерін 300 грамм плюс-минус деп жазып қоямын. Сізде 295 грамм ұн кетуі мүмкін, немесе 305 грамм ұн кетуі мүмкін. Сондықтан да сол 300 граммның маңайы сәл тығыздау етіп қамыр дайындаймыз. Қолымызбен жақсылап илейміз, 5-6 минуттай басып, енді қапшыққа салып, иін қандырып 30 минутқа қойып қоямыз. Осы уақытта етімізді қуырамыз. Қызып тұрған майға ұсақтап туралған пиязымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Қызара бастаған кезде алдын ала ұсақтап туралған етімізді саламыз. Әрі қарай еттің дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Еттің артық сулары тартылу керек, сәл 5-6 минуттай қуырамыз. Еттің артық сулары тартыла бастаған кезде сарымсақ қосамыз, араластырып, қақпағын жауып тағы да 1-2 минут қуырамыз. Мінекей етіміз осылай қызара бастаған кезде томат пастасын немесе ұсақтап туралған қызанақ қосып, жақсылап араластырып, тағы да 1-2 минуттай осылай қуырып алатын боламыз етімізді толықтай. Енді еттің үстіне су құйып, қазанның қақпағын жауып, орташа отта етімізді толықтай пісіретін боламыз. Менде 1,5 сағатта пісіп шығады етім. Міне осы уақытта біздің қамырымыз да дайын болып қалыпты. Қамырымызды алып шығып, қолымызбен тағы да бір қайтара иілеп, видеодағыдай қамырымызды 4-ке бөлетін боламыз. Мен өзімнің отбасымның көлеміне қарай дайындадым. Сіз кішкене қамырды көбірек етіп дайындасаңыз да болады. Осылай 4-ке бөліп алдым. Әрине қазаныңыздың да көлеміне қараңыз. Егер қазаныңыз кішірек болса, 5-ке бөлсеңіз болады қамырды. Әрбір қамырды ұн себе отырып, оқтаулап жазып алатын боламын. Жаңа дөңгелетіп қойған қамырлардың бетін жауып қойдым. Себебі кеуіп қалуы мүмкін, беттері ашық тұрса. Осылай ұн себе отырып, жұп-жұқа етіп қамыр жайып алатын боламыз. Қамырыңыздың шеттері қалың болып қалмасын, оны да қадағалаңыз. Мінекей бірінші қамырды жайдық. Енді екінші, әрі қарай үшінші, төртінші қамырларымызды солай азғантай ұн себе отырып, жұп-жұқа етіп жазып алатын боламыз. Осы уақытта менің етім де дайын болып қалды. Осының үстіне сәбіздерімді саламын. 4 бұрыштылап туралған және картоптарымды саламын. Тұз бұрышын себемін дәміне қарай. Және де араластырып, үстінен су құйып, қазанның қақпағын жауып, орташа отта картоптарым мен сәбіздерімді шалап пісіріп алатын боламын. Картоп пен сәбіздің пісуіне 15 минут қалған кезде қамырымызды үстінен дәл видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Қамырымыз біздің 15 минут пісіп шығады. Яғни картоп пен сәбіздің пісуіне сәл 15 минут қалғанда қамырыңызды қоя бастайсыз. Видеодағыдай қамырды біздің тағамымыздың үстінен қойып шықтық. Енді бетіне сұйқымай жағамыз, барлық жеріне жақсылап. Және қалауыңызша үстінен аскөк немесе көк жуа сепсеңіз болады, мен секілді. Аскөкпен де өте дәмді болып шығады. Дәл солай екінші қамырды, үшінші қамырды арасына аскөк пен май жаға отырып, бірінің үстінен бірін қойып шығамыз. Ешқандай да бір-біріне жабысып қалмайды, ол жағынан қам жемеңіз. Енді оттың астын баяулатып, баяу отта 15 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Қамыр осылай қазанның бетіне көтеріліп тұрады бастапқыда. Енді өзіңіздің талғамыңызға қарай тағамыңызды ұсына берсеңіз болады. Әрбір тәлеркеге салып, немесе жалпылама барлығын бір тәлеркеге салып, енді ол өзіңіздің талғамыңызға қарай. Мінекей ешқандай да қамыр бір-біріне жабысып қалмаған, өте дәмді болып шығады. Егер сіз бұл тағамды дайындап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде сіздерге дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ал ендеше видео ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.